Көңіл күйге сай жаңбыр. Көшеде бірнеше күннен бері тынымсыз жаңбыр жауып тұр. Бір сәтке тына қалғанымен, артынша қайтадан мұздай тамшылар селдей құйып кететін. Ауа райы дәл Наташаның көңіл күйіндей бұлтты, мұңды. Ол өзін қолға ала алмай-ақ қойды. 30-дан асқанда өмір осылай күрт өзгереді деп тіпті ойламағанда. Әлі кешегі күндей еді, бәрі тұрақты, тыныш. Иә, қиындықтарсыз емес, бірақ жалпы өмірі бір арнада ағатын. Сол қиындықтардың басым көпшілігін күйеуінің анасы Елена Владимировна тудырып тұратын. Костя оның жалғыз әрі еркесі. Ал Наташаның пайда болуы ол үшін бәсекелестің келуімен бірдей еді. Ұлының жары бола тұра Наташаны ешқашан қабылдай алмады. Тіпті 10 жылдан кейін де үнемі есіне салып отыратын: саған ауылдан шыққан қарапайым қызға менің ақылды да болашағы зор Костеге жолығу нағыз бақыт қой. Қайдағы болашақ, оны Наташа әлі де түсінбей жүр. Өз пәтерін ипотекаға алып, екеуі бірдей төлеп жүрген. Күйеуінің анасы емес, көбіне көп оның өз ата-анасы көмектесетін. Жұмыстан да ең көп табыс Наташадан түсетін. Ал Косте болса, өзіне лайықты орнын іздеп жұмыс ауыстырудан шаршамайтын. Бір жерде көзіне дұрыс қарамапты, енді бір жерде ай өтпей жатып демалыс бермепті. Осылай компаниядан компанияға секіріп жүрді. Ал Наташа бір орында тұрақтап, қажырлы еңбегімен құрметке ие болып қызмет сатысымен баяу болса да жоғарылап келе жатты. Бәрінен бұрын Костя Наташаның алғашқы әр жалғыз жігіті болған соң, қыз оған бірден сеніп айтқанына көне беретін. Костя не десе, сол дұрыс деп қабылдайтын. Себебі ол үлкен, ақылды, тәжірибелі. Осындай тұрақтылық өз ішінде жақсы еді. Бірақ бір нәрсе көңілін қынжылтатын: бала көтермей жүргені. Алғашында бұл аса алаңдатпады. Жұмыс, пәтер, қарыздар бәрі кезекпен шешілетін мәселелер. Алайда соңғы кездері күйеуі неге бала келмей жүргенін жиі сұрай бастады. Наташа оның бұл сұрақтарының артында сүйіктенесінің тұрғанын бірден сезді. Себебі Костя бұрын балаға аса қызығушылық танытпаған. Ал енді ұрпақ керек деп шықса, демек анасы талап етіп отырғаны анық. Наташа да бала сүйгісі келетін. Бірақ дәрігерлер бәрі қалыпты, еш кедергі жоқ дегеннен әрі аса алмады. Алайда нәтиже болмады. Костяны да тексеруге шақырғанда, ол шу шығарып ашуға булығып кетті. Маған неге күмән келтіресің? Менде бәрі дұрыс. Мәселе сенде деп салды. Шын мәнінде шындықты білуге де тырыспады. Ал Наташа әдеттегідей үндемеді. Себебі ол күйеуінің әр сөзін ақиқат ретінде қабылдап үйренген еді. Осылай сұрақ жауапсыз күйінде қалды. Өзін жұбатуға тырысты. Мүмкін жұлдыздар әлі түйіспеген шығар, бәрі өз уақытымен болар. Бірақ бұл мәселе қайта-қайта көтеріле берді. Сол күндердің бірінде Наташа сүйікті кафесінде отыр еді. Терезеден сыртқа қарап, адамдардың жаңбырдан жүгіріп тығылып жатқанын көріп тұрды. Ал оған асығудың қажеті жоқ еді. Кеше Костя оны үйге кіргізбей, чемодандарын есік алдына қойып, суық үнмен: біз енді бірге бола алмаймыз. Сен боссың. Маған бала бере алмайсың. Демек, отбасымыздың болашағы жоқ. Мен ажырасамын деп кесіп айтты. Сол сәттен бері Наташа өз-өзіне келе алмай жүр. Алдындағы кофесі суып қалғанын да байқамаған. Оны тек жұмсақ, сыпайы дауыс оятты. Жанындағы жігіт: отырсам бола ма? деп сұрады. Наташа үнсіз бас изеді. Кафе іші адамдарға толып кеткен, бос үстел жоқ еді. Жігітті көзбен бір шолып өтті. Бойы ұзын, келбетті, ең бастысы көздері сұрғылт, жылы терең. Сол көздер бір түрлі толқытып жіберді. Тіпті жүрегін дір еткізді. Мұндай көздерге қарап тұрып, тұншығып кетуге де болады. Жігіт танысуға тырысқанымен Наташаның сөйлесуге зауқы жоқ еді. 2 минуттан кейін үнсіз орнынан тұрып, қоштасып шығып кетті. Оның жүзіне сәл-пәл өкініш пен аң-таң күйі байқалды. Наташа бұл жігітті әлі талай жолықтыратынын білмейтін. Әзірге ойының бәрін күңгірт болашақ билеп алған. Жұмыстан демалыс алып, қала шетіндегі
туған туысына баруға бел байлады. Үйдің іші тұншықтырып жібере жаздаған, каста кетіп қалса да, әр бұрыштан оның ізі байқалады, ваннадағы халаты, тозығы жеткен. Шәркейі. Наташа қазір ғана түсінді, бұл махаббат емес, бұл ауыр тәуелділік болған. Бірақ одан жеңілдеп кеткен жоқ. Анасының ерте көз жұмған сіңлісі Анастасия Петровна бірден сезіп қойды, Наташаның аяқ астынан келгенде бір себеп бар, әйтпесе, күні бойы шақырып жүріп келмейтін қыздың өзі хабарласып келе жатқанын. Айтса демек, бір мәселе туындаған. Артық сөзге бармайық дереу. Сен білесің, мен сенің күйеуіңді ешқашан ұнатпағамын. Бүгін кел. Бізде жаңалықтар да бар деді. Расымен өзгерістер бар еді. Бұл аймақ бұлақтармен танымал болатын. Жақында біреу су сынамаларын зерттеп көріпті. Су құрамында ерекше емдік элементтер табылған. Ізінше сол бағытты дамытатын адам табылып, енді мұнда үлкен санаторий салынып жатыр. Құрылыс қызу жүріп жатқан. Наташа бала күннескі алып, өзен жиегімен жүріп келе жатты. Анасы екеуі таңқурай терген. Алқаптар, дала гүлдерін жинаған белестер бәрі есінде. Кенет ойға батып, құрылыс техникасына тым жақын келіп қалғанын аңғармай қалды. Қыз келіншек, абай болыңыз, бұл жерге жақындауға болмайды, деген дауысқа селк етіп оянды. Басына қараса, әлгі таныс жігіт кафе көршісі. Оның да жүзіне тану мен қуаныш қатар үйірілді. Бұл сіз бе? Қалайша сіз мұнда? Сөйтіп әңгіме өзінен өзі өрбіді. Жаңа танысы Сергей дәл сол емдік бұлақтарды дамытуға инвестиция салып жатқан кәсіпкер болып шықты. Оқият қарап тұрғандай. Сосын кенеттен күлімсіреп Наташаның мойнына асыла кетті. Наталья сол сәтте жүрегінің бір нәрсені анық ұққанын сезді, бұл кішкентай жан оған бөтен емес. Ал Сергей болса, олардың қасында тұрып, үнсіз бақылап тұрды. Қуанғаннан сөз таппады. Ол Наташаның кішкентай Машамен тіл табысқанына қатты қуанды. Үшеуі бір сәтке шын мәнінде отбасы сияқты көрінді. Көп ұзамай олар бірге өмір сүре бастады. Бастапқыда Наталья қобалжыды, өзі әлі заң жүзінде ресми түрде ажыраспаған, ал енді бірден басқа адамның өміріне, оның қызына қадам басып отыр. Бірақ Сергей бәрін жеңілдетті. Ол әр сәтте қолдау көрсетіп отырды, асықтырмады, түсінді, қызымен бірге болуға Наташаны еркін. Машенька оны Ната деп атап алды, өзіне ыңғайлы, балалықша. Алғаш рет Наталья өзін керек әрі бағалы адам ретінде сезінді. Сергей оның ойымен санасты, кеңесті, бірге шешім қабылдады. Ол енді жай ғана әйелі емес, отбасындағы тұлға болды. Бір күні, көктемнің алғашқы шуақты күнінде Сергей оған шын ықыласпен сақина ұсынып тағы да сол сұрақты қойды. Мен сені сүйемін. Біздің отбасымызды бірге құра алатынымызға сенемін. Маған күйеуің, Машенькаға анаң болуға келсесің бе? Натальяның көзінен жас мөлт-мөлт етіп ақты. Бірақ бұл қуаныштың жасы еді. Ол жай ғана басын изеді. Ешқандай артық сөздің қажеті жоқ еді. Барлық айтылып қойған. Өткен өмірінің ауыр сәттері артта қалып, енді жаңа, жарық болашақ есігін ашып тұрды. Сен менің анам боласың ба? Деп сыбырлады Машенька. Наталья көзіне жас алған күйі қызға қарай еңкейді. Сол сәтте ештеңе айтудың қажеті жоқ еді. Көзінен төмен сырғып жатқан жасты сүртуге де шамасы келмеді. Жүрек атқақтап, жаны шымырлап, өзі де сенбей тұрған қуаныш кеудесін кернеді, шынымен бе? Бүкіл бастан кешкен ауыр сәттерден кейін ол енді нағыз ана бола ала ма? Ал мына кішкентай қыз оны еш шүбәсіз, шын жүректен қабылдады. Өз анасын тіпті есіне де алмаса керек, ал Натальяны бір көргеннен ұнатып қалды. Жаңа өмір әйелді толығымен өзіне баурап алды. Ауыр әрі жүйке жұқартар ажырасу процесі, бұрынғы енесінің сынай қараған суық көзқарасы, бәрі енді маңызды емес еді. Наталья бұл жолы ешкімге өмірін улауға мүмкіндік бермейтіндей бақытты еді. Оның үстіне сот ғимаратының алдында оны шын мәніндегі отбасы күтіп тұрған,
Қолын жібермей тұрған Сергей мен паркке баруда асыға күтіп тұрған кішкентай қызы. Олар қалалық пәтерге оралмады. Сергей Натальяның ауылдағы үйді ерекше жақсы көретінін байқап, бір ұсыныс жасады. Жұмысыңды таста. Осында қал. Бізбен бірге бол. Наталья бұл ойға бірден келісе қоймады. Бірақ кеңседегілер оны түсініп келісім берді. Ол енді жұмысын қашықтан атқаратын болды. Қаржы саласындағы жұмыстардың көпшілігін онлайн шешуге болады. Айына 1-2 рет қалаға барып, қажет құжаттарды алып, маңызды мәселелерді шешіп тұрса жетіп жатыр. Барлығы керемет еді. Тек бір ғана жайт көңілге күмән ұялатты. Соңғы күндері өзін жиі жайсыз сезініп жүрді. Жол жүрсе жүрегі айнып, бұрын соңды болмаған әлсіздік мазасын алды. Бұл сырқатты Сергей де байқамай қалмады. Наташа, тест жасап көрсең қалай? Деді ол бір қулығы бардай жымиып. Сен де білесің ғой, бұл мүмкін емес қой. Врачтар солай деген. Саған қатысты еш ақау таппады. Ал бұрынғы күйеуің, менің білуімше, еш тексерілгенде жоқ қой. Араға аз күн салып дәрігер Натальяны құттықтады. Ол естіген жаңалығына сене алмады. Ойына түскен айыптар мен жылдар бойы бұрынғы күйеуінің бала көтере алмайтынын сенің кесірің деген сөзі санасына сіңіп қалған еді. Ал енді бәрі басқаша екен. Ол расында аяғы ауыр еді. Мария бұл жаңалыққа шексіз қуанып сұрақтың астына алды. Қашан туады? Қыз ба, ұл ма? Қалай атаймыз? Сергей болса бақыттың шегіне жеткендей күйде еді. Ал ауылдағы әпкесі шоқынып алып, осы Костяны бір көргеннен ақын атпап едім деп демін бірақ алды. Бұрынғы күйеуімен Наталья тек бірнеше айдан кейін сәби дүниеге келуге аз ғана уақыт қалғанда паркте кездейсоқ ұшырасып қалды. Таңертең дәрігерге қаралғаннан кейін бүкіл отбасымен серуендеп қайтуды шешкен. Аллеяның бір бұрышында дәл қарсы алдынан Костя шыға келді. Бет жүзіндегі таңданысты жасыру мүмкін емес еді. Ол Натальяның іші томпайып қалғанын көргенде көзін айырмай ұзақ қарап тұрды. Оның жанына сүйеніп тұрған Сергей де Натальяны мама деп еркелеген машинкада, бәрі бұрынғы күйеуінің ойын тастады. Костяның түріне қарап, Наталья тіпті оның миында қалай, қашан, бұл кімнің баласы деген сұрақтар жаңғырып жатқанын анық сезді. Бірақ ештеңе түсіндірудің қажеті жоқ еді. Ол сәл ғана басын изеп отбасымен бірге ары қарай жүріп кете барды. Ал Костя үнсіз сол тұрған орнында қатып қалды. Артынан ұзап бара жатқан бұрынғы әйеліне, сүйген адамына, кішкентай қызға қарап қала берді. Бұлай болуы мүмкін емес, деп сыбырлады ішінен. Бәрін мамама айту керек. Наталья да үйге асығып бара жатты, бірақ басқа себеппен. Алда оларды қуанышты күндер, сәби дүниеге келетін жаңа өмір күтіп тұрады. Бөлмеге кереует қойып барлығын дайындау керек. Олар бақытты болатын еді. Себебі өмір жолында әр адам өз тағдырын өзі таңдайды. Ал Наталья мен Сергей өз жолын дәл тапқандардың бірі еді.